Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай өте нәзік, тәтті пирожный дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші ыдысымызға жұмыртқамызды шағып, оның үстіне қант, сүт, сұйық майды салып, венчикпен не болмаса вилкамен біркелкі болғанша араластырамыз. Сосын бір бөлек ыдысымызға қопсытқыш, яғни разрыхлительді саламыз. Одан соң үстіне какаоны салып, біркелкі болғанша бәрін араластырамыз. Сосын оны бірнеше бөліктерге бөліп, біздің жұмыртқалы массамызға қосамыз. Сосын оны формамызға құямыз да 200 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Сосын оны доңғалақ формамен, яғни стаканмен не болмаса да басқа осындай формалармен кесіп аламыз. Біздің бисквиттен осындай доңғалақ формада кесіп алдық. Одан соң кремін дайындаймыз. Одан соң ыдысымызға қант ұнтағын өзіңіздің қалауыңызға байланысты саласыз да, біркелкі болғанша араластырып, осылай кондитерлік пакетке құямыз да, үстіне біздің бағана бисквиттің үстіне құйып шығамыз. Кейін оны қасықпен осылай түзеп, жан-жағына толықтай жағып шығуымыз қажет. Сосын үстін әрлеуге бағанағы қалған біздің бисквиттен осындай крошка жасап сепсеңіз болады. Біздің пирожный өте тәтті әрі нәзік болып шығады. Және де келе жатқан жаңа жыл немесе басқа да мерекелік дастарханға керемет үйлеседі. Ас болсын!